Армысыздар алталаш, ыстықта саясын тосып аштықта демеу болған. Ішсең сусын, мінсең көлік, бірде-бір клиентті жолда қалдырмаған. Атын естісе ел шошитын, отқа салсаң жанбайтын, суға салсаң батпайтын сүйінші. Chevrolet Cobalt жаңарда. Бұл көлікке мінбеген қазақ кемдегем. Қалада, далада, таксиде, күнделікті тіршілікте әбден сынақтан өткен сенімді темір тұлпар бүгін жаңа кейіпте алдымызда. Аңыз автомобильге бірінші болып шолу жасау үшін Коbalt'тың отанына Ташкенттің төріне келдім. Не келіп не кетті рет-ретмен көрсетем. Cobalt жай ғана автомобиль емес, бұл күн көрістің құралы. Таңнан кешке дейін тыным таппай қожайынына нәпақа табуға көмектескен адал тұлпар. Бірден айтам, автомобиль түбегейлі өзгеріп кеткен жоқ. Сонау 2011 жылы таныстырылған қорқынышты келбеті қалды. Бірақ функционалдық және де техникалық жағынан едәуір жетілдірген. Зауыт деректеріне сүйенетін болсақ, автомобильге 50-ден астам тәттілер енгізілді. Бірден сыртқы өзгерістерге келсек, расында экстерьерде мүлдем өзгеріс жоқ. Себебі Chevrolet Cobalt'тың аудиториясы бұл автомобильді түрі үшін емес, жан дүниесі душасы үшін жақсы көреді. Жарайды, әзілдеймін. Бұл автомобильдің практикалық қыры бірінші орында. Шанақ панельдері, детальдары, оптикасы нарықта бар, табу оңай. Cobalt Өзбекстанда негізгі екі жиынтықта ұсынылды. Style және де мынау секілді Midnight. Стайлдың экстерьерінде мүлдем өзгеріс жоқ, ал Midnight аты айтып тұрғандай шанағында түнертілген қарайтылған антихром жасалған детальдар кездеседі. Күңгірттелген алдыңғы және артқы оптика, қара стильді дискі, антихром, қарайтылған қаптал айналар, қара салон, қара панель, қара былғары. Түрі әрке білан тоқтар, мен саған визив қыламан деп тұрған сияқты. В общем, барынша агрессивті қылып көрсеткісі келген, бірақ түрі бандитке емес, таксиске көбірек ұқсайды. Кім не десе, о десін, Cobalt бәрібір көшбасшы. Біздің елде де, көршілес Өзбекстанда да сөзсіз бестселлер. Биыл біздің елде 11 ай ішінде 30 мыңға жуық Cobalt саудаланған. Соның 7 мыңы тек соңғы қараша айда, яғни бір айдың ішінде қожайынын тапты. Ойлаңыздаршы. Жеңілдетілген несие, бөліп төлеу, қарыз дәптерге жазып сату бәрі бар. Ал көршілес Өзбекстанда 2025 жылдың тек бастапқы 5 айында 56 мың Cobalt өндірілген. Бұл ел ішіндегі ең жоғары көрсеткіш. Жаңа ғана мына жап-жаңа Cobalt'тың салон салафанын шештім. Барлықтарыңызға сол сезім жұғысты болсын. Бұл жолы Cobalt сырт келбетімен емес, ішкі дүниесімен рухани апгрейд алған. Malibu енді кублит қожайындарына авторитет емес. Себебі оларда былғардан тігілген салон. MyLink сенсорлы мультимедиа дисплейі, круиз бақылау, мультируль, өзгертілген саймандар панелі, жалпы бір шама тәттілер енгізілген. Енді қатып қан ішетін Қытайдың Android мониторын салуды ұмытыңыз. Мұнау қатып қала береді, Зауыттан екі жиынтықта да 7 дюймді сенсорлы дисплей жүреді. Мынау енді көзге еріксіз жаса келді. Apple CarPlay және де Android Auto бар. Сыммен қосыласыз мейлі. Бірақ мынау байлыққа меңзейді. Былғары салон, қара монитор жақтауы, қара рөл спицасы, қара пластиктер жоғары Midnight жиынтығында бар. Тряпкамен баяғыдай қоңыр пластик тек Style жиынтығында. Жаным әшейін, былғарысын қараш, құдды бір базардан алған арзан етіктен дермантин сияқты. Бірақ бізге былғары салонның не керегі бар? Кожа, рожасы бар көлік аламызда бетін қайта чехолмен қаптап қоямыз. Сол не прикол айтпақшы? Саймандар панелі трекердікіне ұқсас, бірақ бірдей қайталамайды. Жартылай аналогты және кішкентай борт компьютер орналастырылған. Бірақ менімше баяғы монохромды саймандар панелі ыңғайлырақ еді. Мынау күн түскенде оқылмай қалады. Тағы да бір айта кететін үлкен минус, Chevrolet компаниясы түртіп алыңдар. Мотордың температурасын көріп отыратын датчик орналастырыңдар, айналып кетейін. Мынаның қызған-қызбағанын қалай білеміз? Рөлде мультируль және де круиз бақылау пайда болды. Өзбек ағайындар бұндайды бұрын өздерінің гаражында жасайтын, ал енді зауыттан шығады. Тәттілерді тізбектеп шықтым. Енді мен байқаған минустарға тоқталайын. Монитор орнатты деп мақтап жатырмыз. Енді артқы көрініс камерасын неге орната салмадыңдар? Ойбу, ұмытып кетіппін, айтпақшы, Cobalt айдайтын чувактар задний бермейді.
Бұрын соңды Өзбекстан нарығында болмаған орындық жылыту функциясы орнатылған, бірақ оны қуысқа тығып жіберіпті. Қосуы ыңғайсыз. Қолың мынау селекторға тіреліп қалады. Бұл менің жеке пікірім. Сосын автомобильдің есігі дұрыс бапталмаған. Қараңыздар. Сосын кублит қожайындарының шағымданған тағы бір үлкен минусы, көлік 220 км/сағаттан кейін сәл баяу тартады. Тексеріп көрмедім, бірақ Chevrolet компаниясы ескердіңіздер деген ойдамыз. Кобальт нағыз қара жұмысшы. Қалай мінсең де, қандай жұмысқа жегіп қойсаң да қыңқ етпейді. Аспасы біздің кедір-бұдыр жолдарға әбден бейімделген. Алды тәуелсіз Макферсон, арты жартылай тәуелді балка. Қара қазір, мынау лежактан өтем. Оп. Кедір-бұдырларды жақсы жұтады негізі. Бұрылыстарда қиналмайды, ауыр затты да көтере береді. Басқа кобальттың артқы қатар орындықтары бізге өте қатты таныс. Кейде эконом шақырғанда кобальт түсе қалса қуанып кетесің ше. Діттеген жеріңе қараңыздар, қалай еркін отырып барасың. Аяққа, тізеге, төбеңізде орын жетеді. Ешқандай USB порт немесе шынтақ тіреуіш пайда болған жоқ, себебі бұл эконом класс. Жүксалғыш қақпағы бұрынғыдай тек кілттегі батырманың көмегімен ашылады. Неге салонға бір батырма орнатпасқа? Осы тұсы назардан тыс қалған. Сыйымдылығы өзгерген жоқ, басқа айтатын ештеңе жоқ бұл жерде. Кобальттың тартысы кәдімгідей жақсарған. Бұрын 2-ден 3-ге ауысқанда ойланып барып сілкіп салушы еді ғой. Прошивка жасап әуре болатынбыз. Қазір зауыттың деңгейінде шешімін тапты. Мотор мен қорапты қайта баптаған. Соның арқасында мотор төменгі айналымда да, жоғарғы моментте де бірден жауап қатады, қараңыз. Бәрекелді. Бұған бас себеп жаңартылған мотор. Өзбек бауырлар Донс деп атап кеткен. Nexia Lacetti модельдерінде әбден сыналған. Сенімді әрі төзімді B15D2 қозғалтқышы жаңартудан өтті. Негізгі жаңалық моторға BMW-ның Vanish жүйесіне ұқсас фазаларды басқару системасының қосылуында. Енді қозғалтқыштың ауа кіру және шығу тарапында 2 фаза реттеуіш бар. Бұл электроникаға газ тарату фазаларын икемді басқаруға мүмкіндік береді. Нәтижесінде мотор бұрынғыға қарағанда әлде қайда серпінді. Қозғалғанда байқалатын топастығы жойылып, төмен айналымда тартысы жақсарған. Қозғалтқыш блогы шойыннан Өзбекстан ішкі нарығына арналған кублиттер Еуро 2 стандартына сәйкестеліп шығарылады. Себебі бұл елде бензин сапасы төмен, көбісі газ қояды, соған төзімді болу үшін. Ал сырт елдерге міндеттерде Еуро 5 енгізілетіні анық. Автомобильде одан бөлек ABS системасы, қауіпсіздік жүйесі және де мотордың электронды басқару блогы дамыған. Кобальт өз сегментінде бәсекелессіз нарық чемпионы. Баға жағынан қарсылас аз. Енді бас сұрақ. Жаңартылған Кобальт Қазақстан нарығына келеді ме? Және де оның құны қандай болмақ? Бұл нұсқа толық рестайлингке дейінгі өтпелі буын болып саналады. Сондықтан біздің нарыққа келуі әбден ықтимал. Өзбекстандағы прайсы жақында ғана шықты. Жаңа теңгеге шағып көргенде 7,88,000 теңге санадық. Кобальттың құны біздің елде бұндай қымбат тұратын болса, Chevrolet компаниясында 10X пен ішкі бәсекелестік туындайын деп тұр. Ал сіз еліміздегі Кобальт құнын білгіңіз келсе, Колеса KZ қосымшасын жүктеп, жаңа автоайдарын пайдаланыңыз. Колеса KZ автомобильді сатуға және сатып алуға ең ыңғайлы мобильді қосымша. Жаңартылған Chevrolet Cobalt ел ескерген функцияларды орнатып, қатесін түзеп қайта шыққан автомобиль. Бағасы дұрыс қойылатын болса, әлі де өз сегментінде ұзақ уақыт бестселлер болып қала беретіні анық. Бүгінге осы сіздермен болған мен Нурик Жеңіс Қас Колеса KZ арнасы. Видеоны чаттарда таратыңыз, лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Баға жүрсен палауға тойдырам.